Айдың қызы телесериалын көріп үлгермедіңіз бе? Онда телехикаяны Hit TV сайтынан қараңыз. 91 тобы туралы көптен күткен автобиографиялық фильм жарық көрді. Кюпо бағытының негізін қалаушылардың бастарынан өткен қиындықтар мен армандарына сүрінбей қол жеткізгендері бұл кинокартинаға арқау болған. Ерболат Беделхан мен оның шәкірттері стереотипті бұзалды ма? Толығырақ сюжеттен таныс болайық. Ішкі толғаныс, стереотиптермен күрес, арманға деген құлшыныс. Осының бәрі 91 тобының автобиографиялық фильмінде көрініс табады. Бұл туындыны топтың жанкерлері Иглздар да, өнердегі әріптестері де, серлердің өздері де, тіпті хейтерлер де асыға күткенге ұқсайды. Өмірде екі адам болады. Біреу орнынан қозғалысы келмейді, бәрі сол қалпында қалғаны қалады. Ал екінші жағынан ұмытылады. Бұл фильмге 2015 жылдың 1 қыркүйегінде дебют алған 91 тобының өнерге алғашқы қадам басқан сәттері, хейтерлерге деген көзқарасы, шабыт іздеп ән жазу процесіндегі көріністер арқау болған. Тіпті тату жүрген 5 жігіттің бастапқыда жаға жыртысуға дейін барған кездері кинолентада бүкпесіз көрсетіліпті. Алайда шын өмірде Эйзиге көңілі толмай жұдырығын ала жүгірген әлем емес, Эйс екен. Жігіттер үшін кинодағы ең қиынға соққан сахна осы болса керек. Ең қиынға соққан. Сол ма десең? True story. На самом деле, когда... Шын өмірде Эйзи үйге тапаншамен келгенде, Эйз қапаланып дау шығарды. Мұны шынайы көрсету қиынға соққандықтан Эйздің орнына әлем ойнап шықты. Сондықтан да шын мәнінде әлемнің орнына Эйз болғанын біліп жүргейсіздер. Бірақ өзара бір-бірімізбен төбелесетін жағдайға дейін жеткен жоқ. Топтың продюсері Ерболат Беделханның айтуы бойынша жігіттер шын өмірде де қызуғанды. Алайда бұл іштегі жалын жұдырықтасуға бағытталмаған. Керісінше, серлердің қуаты тек шығармашылыққа ғана жұмсалады. Өте қызуқан. Кейде мен оларды тоқтатамын. Қазір емес, тым ертегі. Қызуқанды болсын, әлде өнерге аш. Олар өнерге аш. Айтатын сөздері әлі көп. Шығармашылық адамының жары ретінде автобиографиялық фильмнің сәтті шығуына Асыл Беделханның да септігі тиді. Продюсер 91-дық серлердің актерлық шеберлігін жоғары бағалайды. Әрі өзінің экрандағы бейнесі туралы да айтып кетті. Маған ұнады. Маған Эйзидің ойнағаны, баланың, бәрінің да ойнағандар ұнады. Мысалы, бұрында олар әнші болғанмен, актерлік ойнау меніңше басқа дүние сияқты. Өйткені іштегі бүкіл қобалжуды, ашуды, мысалы, махаббатты өзінен шығарып, камераның алдында емін-еркін көрсету. Меніңше бұл оларда болашағы бар деп ойлаймын, актер ретінде. Өйткені өздерін жақсы жағынан көрсете білді. Менің ойымша. Мен камераға келсе бір кішкене бір басқаша адам болып қалатын сияқтымын. Бірақ өмірде кинодағыдай болған жоқ. Негізі Асылайдарын ондай емес. Маған басынан 91 тобын ұнамайтын. Сосын маған бір қыз айтты, таныстырды. Сосын маған қатты қалды, себебі олар басқа группа қарағанда ең ерекше топ. Мен 91-да өзі шыққаннан бері тыңдаймын, сүйіп тыңдаймын. Ішінен менің ең керемет безім ол Эйс Азамат Ашмақын. Барлық Иглздың жүрегін жаулап ала алады. Өздерінің жылулық лебіздерін білдіре алады және дауыстары өте керемет. Әндері жақсы және оны жамандаса олар басқа топтарды жамандамайды. 91-дық серлердің табысқа жету жолы мен шығармашылық өмірі туралы фильмді 24 тамыздан бастап кинотеатрлардан тамашалай аласыздар. Жадыра Жолдыбаева, Бекболат Алимкулов, Headliner.